Сәлем достар, бұл MySQL-дің бірінші сабағы. Осы сабақта біздер дерекқор не екенін үйренеміз. Жалпы дерекқор базасы дегеніміз не? Компьютерлік жүйеде ақпараттардың сақтайтын жиыны. Дерекқорларды пайдалана отырып, біз үлкен көлемдегі деректерді оңай және жылдам алып, өзгертіп және сақтап отыра аламыз. Жалпы дерекқорлардың қандай түрлері бар? Олардың кең таралған екі түрі бар. Оның біреуі реляциялық деректер қорлары, RDBMS. Екіншісі реляциялық емес дерекқорлар, NoSQL. Реляциялық дерек қорларына ақпараттарды кестелер түрінде сақтайды, және де онымен жұмыс жасау үшін өзіндік құрылымдық тілі болады, SQL деп айтады. Бұл дерек қорлар түрлеріне MySQL, PostgreSQL, SQLite жатқызсақ болады. Ал NoSQL дерек қорларына жартылай құрылымдалған деректерді сақтауға болады, және де реляциялық дерек қорлар сияқты бекітілген схеманы қажет етпейді. Бұл дерек қордың түрі үлкен құрылымды сақтауды қажет етпейтін операцияларды қолдау үшін өте ыңғайлы. Бұл түріне MongoDB, Cassandra және Redis-ті жатқызсақ болады. Бұл курс барысында біздер тек MySQL-ге ғана тоқталамыз. Қалай қондыруға болатынын біздер қарайық. Егерде сізде Windows болса, онда OpenServerді қолдансаңыз болады. Сол OpenServerдің ішінде настройки дегенді бассаңыз болады, оң жағын басып. Модули деген бетті басасыз. Осы жерде міне MySQL MariaDB деп тұрады. Жалпы MariaDB деген екінші аты да бар MySQL-ге. Сізде MySQL-дің қандай соңғы версиясы тұр, соны таңдаңыз да сохранить батырмасын басыңыз. Одан кейін OpenServerді запустить басып, оны іске қосасыз. Іске қосылған соң дополнительно деген жерде phpMyAdmin деген интерфейсті көресіз. Соған басып, сіз phpMyAdmin интерфейсіне бара аласыз. phpMyAdmin дерекқормен жұмыс істеуге өте ыңғайлы құрал. Бізге ақпараттармен жұмыс жасауға интерфейс береді. Пользователь деген жерге root деп жазасыз, пароль деген жерге де root деп жазасыз. Содан соң вперед басып кіресіз. Осылайша міне біздер Windows-та phpMyAdmin-нің интерфейсіне кірдік. Ал MAMP-та қалай phpMyAdmin-ді ашу алатынын көрсетейін. Ол үшін MAMP-тың өзін ашамыз, содан соң Start-ты басамыз. Басқан соң бізде осындай парақша шығады. Соның ішінде Tools батырмасын басып, phpMyAdmin-нің өзінің интерфейсін ашамыз. Менің жағдайымда phpMyAdmin мен MySQL екеуі Docker арқылы қондырылған. Менің phpMyAdmin интерфейсін ашу әдісі сәл басқаша болады. Осы жерде тұрған New-ді басамыз, жаңа дерекқор көзін ашу үшін. Содан соң атын жазамыз осы жерге. Біздер өткендегідей жаңалықтарының сайтын жасап жатқан соң, атында News деп қойық. Осылайша IC деп тұра берсін. Бұл жоқ болса, General C-ді таңдайсыздар ескі түрін. Қазіргі түрі кодировка. Дәл осы IC-ді таңдайсыздар. Create. Міне менде News дерекқоры пайда болды. Ең бірінші мен кестемді жазайын. Articles. Number of columns деген жерге 3 деп қоямыз. Create басайық. Бірінші қатарға ID, екінші қатарға title, үшінші қатарға content дейік. ID-ге бірінші типте integerді таңдаймыз, ол сандар деген мағына білдіреді. Ал title-ге көп мәтін сыймайтын болған соң varchar таңдасақ та болады. Ол varchar-ға міндетті түрде ұзындығын көрсету керек, қанша символ сиятынын. Ал content-ке текст типін таңдасақ болады, көп ақпарат сыю үшін. Сосын осы ID-ге біздер міндетті түрде автоинкрементті қосуымыз қажет. Автоинкремент деп отқанымыз өзінен көбейеді, әрбір жолды салған сайын 1, 2, 3, 4, 5 деп кете беретіндей. Ал индекске primary key-ді таңдауымыз өзі автоматты түрде таңдалды phpMyAdmin-де. Engine-ның MySQL-да екі кең таралған түрі бар, InnoDB мен MySam. InnoDB-дің айырмашылығы ол салуы да тез, оқылуы да тез. Ал MySam оқылуы өте жылдам, ал жазылуы өте баяу. Сондықтан да көп жобаға келе беретін InnoDB-ді таңдай берейік. Save бастық. Осылайша бізде Articles кестесі пайда болды. Оның ішінде ID, Title, Content 3 қатары бар. Енді осы кестеге біздер ақпаратты салайық жаңадан. Insert-ті басамыз. Сіздерде орысша болса, егер ставить деп тұр мүмкін. ID-ді жазып қажеті жоқ, ол өзі салыну қажет. Title-ге біздер жаңалық деп жаза салайық, ал Content-ке жаңалық мәтіні дей салайық. Төменде Go деген болу керек, осына басамыз. phpMyAdmin SQL сұраныс жасау арқылы жаңа жолды салды міне. Кейіннен осыны да үйренеміз. Бұл сабақта қатты мән бермей қойсаңыз да болады. Міне Articles-ті бассам, біздер бұл кестені көріп тұрмыз. ID, Title, Content 3 қатарлы. Сіздер пайдаланып көрген, міне Excel кестесіне ұқсас өте. Солай естетсеңіздер де болады. Осы менен бірінші сабағымды аяқтадым MySQL бойынша. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.